Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Балнұр. Бүгін қой етінен жасалатын қуырдақты бірге әзірлейтін боламыз. Ол үшін арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Келесі шыққан видеомды бірінші болып көре алатын боласыздар. Ең алдымен осылайша қатырылған етімізді шығарып 1 сағатқа жібітіп алдым. Қойдың қабырғаларын, етін, сүйектерін, бауыр, сонымен қатар өкпе мен бүйректі қолданатын боламын. Қой етінен жасалатын қуырдақты бірге әзірлейік. Ең алдымен етімізді алып, қатты майдада емес, іріде емес, орташа формада турап алатын боламын. Кей жерлерде қуырдақтың етін де, бауырды да, бүйректі де барлығын ірі етіп турайды. Бірақ мен осылайша орташа формада турап алатын боламын. Өкпемізді етке қарағанда сәл үлкенірек қылып турадым. Бауырымызды бөлек ыдысқа салып қоямын, себебі ол тез пісетін болғандықтан. Ең соңынан картоппен бірге пайдаланатын боламыз. Қызған қазанға майымызды құйып, пиязымызды әзірлеп алатын боламыз. Негізі пиязды көбірек қоссаңыздар да өте әдемі дәм береді, суы шығып. Қанша қоссаңыздар да артық болмайды. Осындай қызып тұрған қазанымызға жуамызды салып, жақсылап араластырып, еттің барлығын салмай, ең алдымен осылайша қабырғаларын, яғни сүйектерді бірінші 5 минутқа жақсылап қуырып алатын боламын. 5 минуттан кейін барлық етімізді салып, 10 минутқа бояу отқа қойып қоятын боламыз. Етіміз жақсылап қуырылып жатыр. Әбден араластырып, тағы да 3-4 минутқа қойып қояйық. Етіміз дайын болып қалды. Картопымызды салып, арасына болгар бұрышын қосатын боламыз. Әдемі дәм береді. Осылайша картопымызды салып, бетіне бауырды қосатын боламыз. Қалауымызша тұз себеміз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Қуырдағымыз дайын болды. Ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.